Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Осы Зухра күйеуімен соңғы кезде тұра ма күйеуін көрмейміз дейді. Біз почти бірге тұрмаймыз уже. Өлә жан. Шоп екеуміз уақытқа қарамай түріміз тәпішіп қалғанша әңгіме. Радиоктың үйіне шығып келген шай қайда? 4,5 ба не қасқа. Екеуміз таңда атырып күнді батырамыз, мына түрімізбен бар ғой. Мама, неше күн біргеміз сонда? Бітпейтін әңгіме де. Екеуміз кездескен дейін білмеймін, бір әңгіме қайдан шығып жатыр бәрі де. Енді шынымен де көбісі уайымдап кетті, не болып жатыр, қаяқта жүрсің деген сияқты. Мен полный анализ тапсырдым и ертең операцияға жатайын деп жатырмын. Сағат 12-лерде примерно. Полный наркоз алып операцияға жатам. Қандай операция дейтін болсаңыздар, мұрныма жасатам операция. Ол жерде біріншіден былай әңгіме былай шыққан. Менің мұрнымда аденоид бар деп бұрын бір лор врач айтып кеткен. И соны мен осы жол қолға алайын құрсын деп негізінде операция жасату керек болған. Ол бір жыл өтіп кетті, одан кейін и мұрным последнее время асқынып кеткенін байқадым. И мен постоянно спрей сеуіп жүремін. Әйтеуір постоянно сондай бірдеңе мұрным бітеліп, до конца демаламай қиналатыным бар негізі. И ол жерде менің мұрнымды емдеп қана қоймай, жаңағыда аденоид басқасын емдеп қана қоймай, мұрнымның мен баяғыдан бері байқайтында, енді көбісі айтады ғой негізі, мұрным кішкене мына жағы жалпақтау, и плюс менің мұрным мына жағы кәдімгідей төмен тұрады. Жалпақтау болып тұрады мына жағы. Мен қыр мұрын қыздарға көрмесе, қыр мұрынды қыз көрмесе кәдімгідей ұнайды маған ше, күшті көзқараспен қарайтын, мә әдемі сынай мұрын деген сияқты. И менде ой болды, неге сразу бірден мұрнымды да жаңағыдай формасын дұрыстап алмасқа деген сияқты ой болды менде. И енді ертең Құдай қаласа сол операцияға жатайын деп жатырмын. Заодно аденоидті кетірем, заодно мұрнымның формасын дұрыстайтын боламын. Мына жақта кім лишний деп ойлайсыз? Сондай болсаң. Ағырға тұр кет десең. Айжан айтады, Нұржан жақсы жігіт дейді. Нұржан айтады, хорошо, сенің де маған тамақ пісіріп алып кел, мен саған иә деп айтамын. Жоқ, ойланып көремін дейді. Ойланып көремін дейді білердің ақылы. Жеп, содан кейін көремін деп. Жарайды. Қалайсыз, Лаура? Көңіл күйім бүгін андай бір түрлі слабость, погодада менде осындай болады деймін. Сыйлық алатын күн бар екен ғой бізге де. Анипа ханымыз өзінің исікта, өзінің несінде өскен, бақшасында өскен алманы салып жепті. Жена жақта көп алма. Қандай немен тең көрмейді ғой. Әже бір шкал қойып қойыпты. Қарш. Рахмет, Алла разы болсын. Үлкен рахмет. Біз как раз Нұржан екеуміз ауырып тұрмыз ғой, уже екінші күн ауырып жүрміз. Вот, қазір алмаларды жеп жазыламыз, бұйырса, иә? Әкеміз. Қалайсың, бауырым, жаным, папа болуыңмен. Туған күніне кеп Қуаныштан қуаныш болып жатыр. Папа болдым, туған күнім кеп жатыр. Жақын бауырларымыз кеп жатыр. Міне, Айбек бауырым туған күніне кеп қалдық, аяқ асты. Шақырым. Всем салам, моим маленьким пацанам десең. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізге бір ай не постқа салатын, не фото түсірген жоқпыз, не рилс түсірген жоқпыз. Не түнде ұйықтамаймыз, не күнізде ұйықтамаймыз. Өзі қалаған уақытында оянады, жылайды. Пожалуйста, болатын да болмайтын да видеоларыңа аңсап күткен арманды қоя бермеңдерші. Тонины құттықтауға келдік. Макс Жанге қап Түркістанға ат терледік. Ленгірден бага келген. Алдына билет алып қойып өткенсің? Қазір Тонины құттықтаймыз, тоже 30-ға толып отыр. И ертең бізде биде демалыс бар. Коттедж алып қойғанбыз. Закуп азанда істейміз, сонымен күшті отырыс болады. Мен вообще ойладым, көк жанды деп. Көк жанғаннан кейін ойладым, қалай көк, ол тағы да деп. Енді содан кейін розовый дейді ғой ма, розовыйды көргеннен кейін вообще қуандым. Қызды күттім мен. Ұлым бар, енді қыз берсе екен деп күткенім бар еді. Шынымды айтамын. Он хотел мальчика прям до конца. Я ждал мальчика, ну енді андай не ожидал да қыз болатыны. Қайырлы күн баршаңызға. Кішкене даусым осында болып қалды. Диас сияқты ақын болсам ба деп. Қалайсыз, Салтанат?
Сізді бағана Шерхан мақтап тастады. Ең сүйкімді, ең қылықты, ең нәзік дейді. Ең қылықты енді просто мені жасыратын несі бар. Салтанат ханым, сіз классикалық отаға қалай қарайсыз? Нормально. Сізде бар ма? Бар. Бар? Мынаны Шерхан көрмесін. Бар дегенде енді не ғой? Ота деген жасаған жоқ, бірақ та. Жеңіл желпі косметология. Ерін, иә? Ерін, одан басқа? Болды. Ал жасататын жігіттерге қалай қарайсыз? Егер де андай қатты броско көрінбесе, мен нормально қараймын. Всем привет, қалайсыздар? Біз видео түсіргенбіз ғой. И жаңбыр жауып кетті. Қараңыздар, мынандай футболка киіп алып, мынандай поляда бір видео түсірдік, енді кішкене жаңбыр жауғаннан кейін асығып тез болып кетті. Болам. Достар, барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар? Бүгін 14:30-да Евразия арнасында тікелей эфирді жіберіп алмаңыздар, қызықтар өте көп болады. Алейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық, береке тіледім жандарым, алтындарым. Кеше енді көптеп сторис сала алмадым мен, сонда да әйтеуір кейде арқам ұстап қалатыны бар, оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Кеш жатсақ та бүгін аман есен уақытылы эфирға келген жағдайымыз бар. Баршаңызға сәттілік. Аман. Елу жас тойға келген адамдар ұқсатып Күшті болып тұрсыздар екен. Бір жұп болып тұрған сияқтысыздар. Қалай былай? Стиліңіз бөлек екен. Не киіп ағаш қойсын, немене бәлем мынау қысынап десең. Бүгін сондай ауа райы. Қалай? Бола ма екен, жақсы ма? Көрермендерге ұнаймын деп ойлайсыздар ма? Үміткерге қуатын жар ол. Үміткер келетін сияқты. Жөні үміткер келеді ау сізге. Жәке сізге үміткер келсе екен, қыздар неге Жәнібекке кимейсіздер? Түр десе түрі бар. Бой десе бой жоқ, бірақ. Онда реклама жасамайды, осындай реклама жасайды. Давай, көрсетші мен. Если вы хотите менімен бірге абысын болуға, менімен туыс болуға істесе, онда Жәнібекке келіңіз. Сен жігіттің өзі ұйбайды. Дұрыс, зор айтып жатыр. Деп қалды. Дұрыс. Достар, ассалаумалейкум, қалайсыздар? Студияға келдік. Бүгін Алматыда жаңбырлы, ауа райы салқын болып тұр. Барлық ауырып жатыр екен Алматыда. Жылы киініп жүріңіздер. Маған бірақ мына кісінің тұрыңызшы. Мына кісінің киініп алғанын қараңыздар. Безрукав киіп алыпты көйлекпен, аяқта шлеп, еще міне қалың нәски киіп алған. Үстіп қалың киініп жүрмесеңдер, қазір ауырып қаласыңдар. Мен Ақеркеге жұқтырдым негізінше. Мен ауырып бастаған, бірақ мен қазір нормальный болып қалдым, бірақ Ақерке қазір ауырып бастап жатыр да. Үстіп сол үшін қалың эфирде де үстіп отырсың. Қалың нәскиіңді шешпеш. Сол бош маған бар. Эфирге келдік. 14:30-да Евразия арнасы қосылып болсын. Қалың киініп жүріңіздер, ауырмаңыздар.